Бұрын әкелеріміз деймін да, ұйқыдан тұрғанда үйдің ер азамат екенін көрініп тұратын ғой. Ана даже төсектен тұрғанның өзінде көрпесін фук деп ашып тастап, диваннан фук деп түсіп, үйдің үстінде дың деп қай бөлмеде кетіп жатқанын білесің даже бар ғой. Ол кезде ағаш полдар еді ғой. Дың деп киімін киіп, жаңағы сорпасын ішіп, жұмысқа шығарып салатын анамыз. Жұмысың сәтті болсын, жақсы жолың болсын деп. Қазір біз бұрынғы әкелеріміз сияқты көрпені фук деп ашу жоқ. Ты что? Оянып кетпесе екен деп. Красавица оянып кетсе бітті ғой. Оны ерте оятып жіберсең, күн жаққа настроение жоқ. Ана кішкентай бала болады ғой, ерте тұрып кетсе күн жаққа жылап жүреді. Тура сондай білесің. Сосын не істейсің? Оятпайсың ғой даже бар ғой. Көрпенің астынан оянып кетпесін деп, кәдімгі ақырын бүйтіп. Кәдімгі бір жыландар секілді. Көрпе даже ашып жібермейсің көрпені. Көрпе кішкене ашылып кетсе, воздух кіріп кетеді ғой, ты что? Ақырын бүйтіп көрпеден шығасың. Ана неге түскенде де ақырын түсесің. Ана резко түсіп кетсең, ана волнистый болып оянып кетуі мүмкін. Түсіп, баяғыдай дүңк деп жүру жоқ қазір. Ақырын жүріп, светті жақпайсың. Свет еді враг әйелдердің. Коридордың жарығымен киініп алып, трикоңның алды қайсы, арты қайсы әйтеуір. Таба алмай, ана трикоңның несіне сүрініп, екінші жағына